Бауырларым, қарындастарым, бәріміз қателесеміз. Мен қателесемін, күнә істеп қоямын. Бәрі күнә істейді. Енді не істеуіміз керек? Бірақ шешімі бар. Ол Аллаға қайту. Оның есігінің алдында күзет жоқ. Есігі әрдайым ашық. Қанша күнә істесеңіз де, сол есікке барыңыз. Мына хадисті естіген шығарсыз. 99 адам өлтірген, кейін 100-ші адамды да өлтірген. Ол жалданатын адам өлтіруші болған. Бірақ Алла оны кешірген, жәннатқа кіргізген. Сен 99 адам өлтірмедің, сен 100 адам өлтірмедің. Қандай зұлымдық істеген болсан да, Алла мені кешірмейді деп үмітсіздікке түспе. Аллаға тәубе ет, әлі кеш емес. Аллаға қандай үлкен күнәмен келсен де, Алла түгел кешіреді. Аллаға қайт. Я Алла, кешір мені деп шынайылықпен айт. Жүрегіңнен шықсын. Сонда иншалла Алла кешіреді.